Елімізде балалардың әлеуметтік желіде отыруына тыйым салынуы мүмкін. Заң жобасы ашық талқылауға шықты. Яғни 16 жасқа толмаған жасөспірімдерге онлайн желілерге кіруге шектеу салудың жолдары зерттеліп жатыр. Баланың жасын анықтаудың нақты техникалық тетіктері мен верификациялау әдістері қоғамдық талқылаудан кейін бекітіледі. Қазақстанда енді 16 жасқа толмаған азаматтардың онлайн платформада тіркелуіне шектеу қойылады. Нақты қай платформаларға шектеу бар? Қайсына рұқсат? Тарқатып айтып берейін. Министрліктің түсіндіруінше шектеу тек әлеуметтік желілерге қатысты. Атап айтқанда TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X, яғни бұрынғы атауы Twitter және ВКонтакте желілеріне тыйым салынады. Ал WhatsApp және Telegram сияқты мессенджерлер жасөспірімдер үшін қолжетімді болады. Алайда Roblox пен Minecraft сияқты онлайн ойындарды бұғаттау жоспарда жоқ. Өйткені бұл ойындар әлеуметтік желі санатына жатпайды деп түсіндірді министрлік. Қазіргі уақытта заңдағы шектеу ашық порталда жарияланып, көпшіліктің талқылауына ұсынылды. Заң тек мақұлданған жағдайда ғана күшіне енеді.